Жақында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына дәстүрлі жолдауын арнап, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты басым бағыттарды белгілеген болатын. Президент өз сөзінде бүгінгі уақыттың талабына сай бірқатар өзекті мәселелерді шешуді тапсырды. Атап айтқанда цифрландыруды кеңінен енгізу, көлік-логистикалық әлеуетті арттыру, инвестиция тартуды күшейту, алдағы жылдары елдің өркендеуіне тікелей ықпал ететін маңызды міндеттер ретінде айқындалды. Мемлекет басшысының бұл бастамалары өңірлердің дамуына да тың серпін беріп отыр. Әрбір қала мен аудан жаңа мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған нақты жұмыстар атқарылуы тиіс. Осыған байланысты Шымкент қаласы Еңбекші ауданының әкімі Досбол Күздікбайұлы жолдау аясында жүзеге асырылып жатқан шаралар жайында пікірін білдірді. Оның айтуынша, бүгінде ауданда жүйелі жұмыстар атқарылып, жаңа технологиялар енгізілуде. Соның ішінде жасанды интеллекттің мүмкіндіктері де тиімді қолданылып жатыр. Бұл басқару үрдістерін жеңілдетіп, халыққа көрсетілетін қызметтің сапасын арттыруға жағдай жасайды. Құрметті көрермендер, өздеріңізге белгілі, 2025 жылдың 8 қыркүйек күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан өзекті мәселелері және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу атты Қазақстан халқына жолдауы жариялаған өздеріңіз белгілі. Енді осы жолдауда 7 бағыттан тұрды. Ол бағытты да өздеріңізге белгілі. Негізгі елімізге ең қажетті жолдауларды жолдады мемлекет басшысы. Оны да өзіміз бәріміз әріптестермен бірге отырып тыңдадық. Әрқайда бұны жолдауды талқылау жұмыстарында жүргіздік өзіміз арамызда. Енді негізгі атқарып жатқан жұмыстар да бар. Оның ішінде енді атап өтетін болсақ, 7 бағыт деп отырық. Сол 7 бағыттың біріншісі елімізге қоғамдық қомақты инвестиция тарту керек деп айтты ол жерде. Енді өздеріңізге белгілі, Еңбекші ауданы бұл өндірістік аумақ, бізде 4 индустриал аумақ бар бізде. Бұл жерде де қазір кеңгі қосылған жұлдыз индустрия аумағы бар. Бұл аумақтарда қазір таңда арнайы инвестиция тарта отырып, қазір кәсіпкерлерде осы аумақты үлкен көлемде жұмыстар атқаруда. Енді тікелей былай енді ауданға өзін тікелей тартқан инвестиция көлемі 53 миллиардқа да жуықтап отыр. Енді жоспар бойынша былтыр енді 41 болатын болса, біз биылға 53 миллиардтай жоба инвестиция тартылды. Бұл аудан тарапынан енді. Енді осы жұмыстар атқарылып отыр. Енді қысқаша айтқанда, одан бөлек бізде екінші жолдау айтылғаны өңдеу өнеркәсібінің даму жаңа серпін беретін уақыт келді деді. Енді ауданда көптеген жұмыс орындары бар. Ірі өндірістік кәсіпорындар орналасуымен ерекшеленеді. Қаладағы өнеркәсіп кәсіпорындарының 52% ауданда шоғырланған. Жаңа айтып кеттім, біздегі былай айтқанда өндірістік аудан. Енді ауданда әртүрлі дайын өнім шығаратын 61 өндіріс орындары орналасқан. Солардың ірілері мұнай өңдеу зауыты, былай айтқанда шыноз дейміз, цемент зауыты, құрылыс және кірпіш, керамогранит тақта зауыттары, тоқыма және жиһаз өндіріс жүзеге асырылып отыр қазір ауданда. Сондай-ақ Еңбекші ауданында сыра, білесіздер, сыра қайнататын зауытымыз бар, және алкогольсіз сусындар шығаратын кәсіпорындар қазір жұмыс атқарып отыр. Енді жалпы Шымкент қаласы бойынша өнеркәсіп өнім көлемі 59% Еңбекші ауданына тиесілі, былай айтқанда. Сонымен қатар Еңбекші ауданында орналасқан оңтүстік арнайы экономикалық аймақ үшін үшінші мегаполистің жеңіл өнеркәсібінің дамуындағы ерекше әсерін тигізіп отыр. Шымкентте өндірілген жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің 79,1% осы аймақтың үлесіне тиесілі. Енді төртінші мәселеміз бұл жерде көлік логистикалық одан әрі дамыту керек деп айтылды. Еңбекші ауданында жалпы 732 шақырым құрайтын 728 көшелер бар. Оның ішінде асфальттанған бетон қабаттары 595 шақырымды құрайды, шағалтас 125 шақырым құрайды. Енді қала басшылығының тікелей тапсырмасына сәйкес, қазір жұмыс жоспарымен басым көпшіліктің былай айтқанда негізгі халық шоғырланған халықтың орналасқан аумақтарына 100% асфальт қабаттарын төсеу жоспарға қойылды. Қазір айтылған көшелердің бәрінде қазір жұмыстар басталып кетті. Біздегі тек қана қалатын бір бос учаскелер.
енді шалғай елді мекендер орналасқан. Олар жерде оңтүстік жаңа құрылыс аумағында, ол жерде қазіргі таңда елді мекен үйлер орналаспаған. Үйлер орналасқан жердің барлығына біз асфальт қабаттарын төсеп береміз. Ауданда 285 көпқуатты тұрғын үйлер бар, және 37 мыңнан аса жеке тұрғын үйлер орналасқан. Енді тозығы жеткен бізде 101 үй, былай айтқанда ескірген, реновация бағдарламасы аясында жұмыстар атқарылды. Өздеріңіз белгілі, қала басшысының да қазір қолдауымен Көксай деп айтып кеткен елді мекен, Көксай 2-3. Бұл жақта да реновация бағдарламасы аясында қазір жұмысты қарқын алуда. Былай айтқанда ескі тозығы жеткен үйлердің пәтерді көлеміне сәйкес алып, жаңа пәтері беріп, оны арғай инвесторлармен жұмыс жасау біздің басты негізгі жұмысымыз осы. Бұл да қазіргі таңда күнделікті қала басшысының қолдауымен бұл да жұмыстар атқарылып жатыр. Одан да бөлек бізде қазіргі таңда безеліп 72 111 үйлерде де бұл реновация бағдарламасы қарқын алып, қазіргі таңда бір үйіміз 30 жыл қорытындысымен аяқтап тұрғындарын пайдалануға беруге жұмыс атқарамыз. Қалған үйі келесі жылы өтпелі болады. Аудан бойынша 39 мектептер бар. Оның ішінде жекеменшігі 6, мемлекеттігі 33. Мемлекеттік мектептердің ішіндегі 2-і келешек мектептермен соғылды. Келешек мектептер 2024 жылы пайдалануға берілді. Ал 2021 жылы бір келешек мектебінің құрылысы жұмыстары толық аяқталып, тұрғындардың пайдалануына, оқушылардың пайдалануына берілді. Мемлекет басшысы көп тапсырмалар жолдауда да айтылды. Енді әр жылда жаңару әр адамның өзінің басты міндеті деп санаймыз. Жасанды интеллектке де байланысты. Қазір көріп отырсыз, смартфонға байланысты барлық бізді цифрландыру осы смартфон арқылы құжаттарды да байланысты алуға да, басқа да қазір адам мен адамның басқа байланыстыратында да осы смартфон арқылы интеллект жағынан. Енді осы жағында бізге де жұмысқа байланысты да халықпен де кері байланыс орнатуда осы әлеуметтік даму жағынан байланысты осы жұмысты қолға алып отырмыз. Қандай бір жағдай болатын болса, қазір көріп отырсыз, әлеуметтік Инстаграм дейміз, әлеуметтік желілерге де байланысты да халықты бұрынғыда келіп, әуре жасанға салып бір арыз жазбай-ақ, өздерінің өтініштерін бәрін осы электронды түрде ғана берсе, біз арғы заң талаптарына сәйкес онда жұмыс атқарылып жатыр. 20 жыл бұрында да осындай бір жағдайлар болған. Бетеп бір мысал ретінде қарайтын болсақ, бәрі робот істейді, біз адам қаяқта болады деген сияқты. Қазір көріп тұрсыз, қанша жылда өтіп кетсе де, сол адам жұмыс істейтін адам, сол роботта да басқара алады. Өзінде дамыту арқылы жұмысын жеңілдете алады. Ол былай айтқанда енді интеллектпен бәрі жұмыс жеңілдеп кетіп, адам деген жұмыссыз қалады деген нәрсе емес бұл жерде. Адам жұмыс істесе, өзінің қабілетіне сәйкес жұмыс өте көп. Қазір көресіз. Сол үшін жастарға да басқаға да қазір білімге байланысты. Білімін жетілдірсе, бұл өзінің болашағында бүкіл жағдайда жеңілдетуге. Осы интеллект арқылы да қаншама табыс табуға да болашақта жоспарлары болатын болады. Инвестиция тарту бойынша да. Инвесторлар тарту бөлек, оларға да бір жағдай жасап беру бөлек. Индустриялық зонаның жағдайы, осы инвесторлар келген кезде инфрақұрылымнан бастап, басқа да саласына дейін қолдау көрсетіледі. Оның арғай құжаттарына сәйкес бәрін қолдау, осы инвесторлар қолдау көрсетіледі. Бұл айтқанда халықтың негізгі шоғырған аумақтарында инфрақұрылыммен толық қамтылған. Біздегі кезіндегі Сайрам ауданынан Төле би ауданына қосылған аумақтардағы аумақтар бар. Негізгі ол жақта да халықтың шоғырған аумағына қазіргі таңда өз биылға бен былай айтқанда ауыз сумен 97% қамтылып отыр. Енді бізде қамтылған 3% біздегі жаңа құрылыс аумағы. Мысал ретінде айта салайын, оңтүстік жаңа құрылыс аумағы біздің Жұлдыз индустриялық аймағының шалғайында орналасқан. Бұл жерде 1000-ға жуық участке берілген. Қазіргі таңда 10 үй тұрып отыр бұл жерде. Бірақ жолы бәрі істелді. Енді биылдың өзіне шағалтасымен негізгі жүретін айналма жолдарын бәрін асфальт қабаттарын төсеп береміз деп жоспарымызда бар. Қазір жұмыс атқарып жатыр. Ауыз судың мәселесі қазір жобалық сметалық құжаттамасының уже айтқанда аяқтау сатысында. Осы құжаттама аяқталғаннан кейін барып бюджеттен құрылысына қаржы сұрайтын боламыз бұл аумаққа. Қалған аумақтарымызда, мысалы жаңа құрылыс аумағы деп отыр, Қарабастаудың бұл аумақтарда суымыз толық қамтылып, тұрғындардың пайдалануына берілді. Енді табиғи газға келетін болсақ, жалпы бізде 2024-ге дейін 92-де 4% болған.
енді жыл қорытындысымен біздегі 97% болады. Біздегі қамтылмаған оңтүстік жаңғырту аумағы ғана қалады. Қалғанның бәрінде табиғи газ берілді. Биылдың өзінде Жалын, Жұлдыз, Қарабастау жаңғырту аумағы ең үлкен аумақ, және 1,5-нан аса абонент орналасады, учаскелер берілген. Осы аумақтардың бәрінде қазіргі табиғи газдың жүйелері тартылды. Енді тұрғындар арғай абоненттеу жұмыстарын жүргізіп отыр. Былтырдың өзінде екі елді мекен Қаратөбе тұрғын алабы мен оңтүстік шағын аудан деген елді мекеніміз бар. Ол аумаққа да табиғи газ толық аяқталып, тұрғындардың пайдалануына берілді. Бұл жұмыстарда қарқын алуда біздегі ауданда қарасты құзырлы органдар аудан әкімшілігімен бірлесіп отырып тығыз жұмыстар атқарылып отыр. Аудандық прокуратурадан бастап аудандық полициямыз бар, тағы да басқа құзырлы мекемелердің бәрі бірлесе жұмыстар атқарады. Соның нәтижесінде жалпы ақпараттандыру, жаңа айтқан интеллектке сәйкес қаншама интернет алаяқтық орындалып жатыр. Біз әр кездесуде халықпен, енді әлеуметтік желіні қарап отырсаңыздар, біз халықпен жиі кездесеміз. Ол кісілермен де мекеменің басшыларымен бірлесе отырып. Бұл кісілерде әр кездесуде алаяқтыққа байланысты өздерінің тұрғындарға түсіндіру жұмыстары. Бұл кісілердің де әлеуметтік желіні қарап отырсаңыз, міндетті түрде кемі аптасынан бір рет осы алаяқтыққа байланысты видеороликтер жариялап отыр. Бұл құзырлы мекемелермен тығыз байланыстамыз. Қандай бір жағдай болатын болса да бірге жұмыстар атқарылуда. Негізгі мақсат халыққа заң аясында түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Заңды білу. Қандай бір сұрақ болатын болсын, басқа болатын болсын, прокуратура тарапынан, қалалық прокуратура тарапынан да білесіз. Заң қалалық прокуратура тарапынан заң мен тәртіп жобасы аясында да халықтың негізгі шоғырланған аумақтарында да біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Құрметті көрермендер, өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауда айтылған мәселелердің бәрі осы халықтың негізгі жағдайын жақсарту байланысты айтылып отыр. Енді бұл берген жолдаудың бәрінде аудан тарапынан да, аудан әкімшілік тарапынан да тиісті сала мамандармен бірлесе отырып, біз қандай да бір жұмыстың барлығын өз ойдағыдай атқаруға жұмыс атқаратын боламыз. Әкімнің айтуынша, ауданда ең алдымен тұрғындардың өмір сүру сапасын көтеру басты назарда. Осы мақсатта халықпен үнемі тығыз байланыс орнатылып, олардың ұсыныстары мен өтініштері назарға алынуда. Әсіресе көп жылдан бері көтеріліп жатқан жол, ауыз су және жарық мәселелерін шешу бағытында нақты қадамдар жасалуда. Бүгінде Еңбекші ауданында инфрақұрылымды жақсартуға айрықша көңіл бөлінуде. Жаңа көшелерге асфальт төсеу, ауыз су жүйесін жаңарту, электр энергиясын тұрақты жеткізу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Сонымен қатар әлеуметтік нысандардың құрылысы қолға алынып, халыққа қолайлы жағдай жасауға басымдық берілген. Досбол Күздікбайұлы атап өткендей, бұл жұмыстардың барлығы мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес жүзеге асырылып келеді. Осылайша Еңбекші ауданында қолға алынған жүйелі жұмыстар тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға, өңірдің әлеуметтік экономикалық әлеуетін көтеруге және халықтың билікке деген сенімін нығайтуға бағытталып отыр.